Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілердің естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегенінен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғындатып естісе, естіген жерде қайта қайырып сұрайын, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға бере қайта қалпына кетсе, естіп, естітпеу не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзімді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол сияқты сөз болған.